Менің сұрағым Мадина Ерасылқызы өзіңізге. Жалпы осы заң жобасы меніңше ең басты мақсаты, міндеті бұл мынау халықтың қаққандаған, соққанда сөлін алған банктерді тәртіпке салу, тезге салу деп білем. Өйткені біздегі банктерді білеміз, мынау бизнесті, жаңа жобаларды қолдау дегенді ысырып қоядыра, тек қана қарапайым халыққа еселеп жоғары пайызбен кредит беруді, және сол халықты қанға қақсатып, соны еселеп қайтарып алуды ғана біледі. Оған ресми дерекке сүйеніп айтуға болады, 2025 жылдың 1 қыркүйегінде дерекке сәйкес 8,5 миллион қазақстандықтың кредиттік берешегі бар. Оның жалпы көлемі 23 триллион теңге. Біздің республикалық бір жылдық бюджетке жете қабыл қаражат. Оның ішінде 14 триллион теңге мынау кепілсіз тұтынушылық кредиттер болып табылады. Енді банктер бұнымен тоқтап қалған жоқ, өздеріңіз білесіздер. Олар кредит берген кезде қосымша сақтандыруды енгізеді, тиісінше халықтың қарызды одан сайын көбейтеді. Және өз еркімен кредит алудан бас тартқан азаматтарға қоңырау шалуды, СМС хабарлама жіберу арқылы тағы да кредиттерін ұсына береді. Осы заңсыздықтарды тоқтату үшін аталған заң жобасының ішінде мен қарап отырмын, қадағалау принциптерінің жаңа деңгейлері енгізіліп жатыр. Яки олар банктердің осы заңсыз әрекеттерін тоқтату керек. Енді нақты сізге сұрағым бар. Осы қадағалаудың жаңа принциптері, банктердің жаңағы өз кредиттерін қайта-қайта ұсына беруіне, кредит алудан бас тартқан азаматтардың артына түсіп алуын тоқтата ма, жоқ па? Тұтынушылық кредиттерді азайтуға мүмкіндік бере ме, жоқ па? Және аталған принциптер, банктердің скрытый проценттер дейміз ғой, кішкентай шрифттермен жазылатын. Сол заңсыздықтарында тоқтатуға мүмкіндік бере ме? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, құрметті Нартай Аралбаевич. Осы заңда жаңа қадағалау тетігі енгізіліп жатыр. Бұл осындай жүйелі түрде біз бірнеше жыл сайын біз сіздердің қолдауларыңызбен қаржы алушылардың құқықтарын қорғау үшін жаңа заңды түрде жаңа осындай өзгерістер енгіздік. Тұтынушылық кредиттер бойынша алаяқтыққа қарсы өзгерістер енгіздік. Енді бұл осы тәжірибенің бәрін жинап, біз басқа қандай тағы да мәселелер бойынша қандай жаңа өзгерістер қажет деп біз зерттедік. Осы жаңа заң жобасында осындай түп күлікті осындай жүйені біз қарастырдық. Осы жүйе тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың тәуекелге бағдарланған кешенді модель болады. Оның бір негізгі элементтерін атап айтайын. Біріншіден, банктерде халыққа қызмет көрсету кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі құрылады. Енді банктердің бәрі жүйеге стратегия, жүйе аясында стратегия, бақылау рәсімдерін белгілейтін болады. Жауапты бөлімше құрылады. Енді банктерге халықты құқықтарын қорғау бойынша ерекше бөлімшелер құрылатын болады. Олар кредит беру бөлімшелерден және проблемалық бөлшекті қайтарып алу бөлімшелерден бөлек болады. Екіншіден, бұл қаржы өнімдерінің сәйкестігін бағалайды. Енді қаржы өнімдері клиенттердің қаржылық жағдайына қандай әсер ететінін қаржылық ұйымдар бағалайтын болады. Үшіншіден, жосықсыз практикаларды бақылау енгізіледі. Агенттікке осы жосықсыз практикаларды тоқтатуға осындай құқық беріледі. Мысалы, жосықсыз практикалардың ішінде біз толығымен соның тізбесін көрсеттік заңда. Мысалы, оларға қосымша қызметтерді жүктеу, нақты құнын жасыру, жаңылыс тұратын ақпаратты тарату, сатудың агрессивті әдістерін қолдану кіреді. Төртіншіден, өтініштерді қараудың тиімді жүйесі жасалады, оны мен айттым. Енді осының негізгі айырмашылығы бұл тек қана сандық көрсеткіштер ғана емес, анандай борыш жүктемесі сияқты әшейін пруденциялық нормативтер емес. Бұл сапалы тұрғыдан өзгеру жүйесі болады. Сол себептен біздің ойымызша бұл жауапсыз тұтынушылық кредит беруге жол бермеуге осындай мүмкіндік береді.